Сәлем достар, бүгін сіздермен арабский блинчик дайындауды үйренетін боламыз. Дәл осындай түйелі де өте ерекше осындай әдемі блинчикті жасап көргіңіз келетін болса, достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Достар, менің инста парақшама тіркеле кетіңіздер. Және де осындай блинчиктерді жасап үйренгіңіз келетін болса, менің видеомның төменгі бөлімінде, описание бөлімінде толық рецептісі бар, достар. Көріп, жасап көріңіздер, достар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып және подписацияны басып қойды ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен өте дәмді осындай блинчигімнің рецептісін бөлісемін. Бізге керекті ингредиенттеріміз, достар, дрожжымыз, растительный майымыз, разрыхитель, су, сүт, шекер және ұн керек болады. Начинкасына мен варенка салатын болдым, достар. Және барлығын осындай тараздың көмегімен өлшеп аламын. Осындай варенка қолданамын начинкасына. Алдымен суымызды таза құрғақ ыдысымызға құйып алатын боламыз. Осылай құйып алып, достар, және үстінен жылы сүтімізді құятын боламыз. Осылай сүтімізді құйып алып, үстінен 1 чайный ложка дрожжымызды салып аламыз, достар. Міне осындай дрожжымызды салып аламыз. Салып, барлығын біркелкі етіп, шолқымен араластыратын боламыз, достар. Барлығы біркелкі араласқанша жақсылап дрожжымызды сүтіміз бен суымызға ерітіп, жақсылап осылай біркелкі араластырып аламыз. Осылай жаймеңдеп араластырып, достар, шекер салып аламыз. Шекерді 2 ас қасық шекер салсаңыздар жетеді, достар. Дәмі де қатты тәтті болмайды, қатты дәмі жоқ та болмайды. Өте күшті болып дайындалатын болады, достар. Не осылай барлығын біркелкі қозғап, шекерімізді ерігенше қозғап, осы ұнымызды ұн елегіштің көмегімен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салатын боламыз, достар. Бәрін осылай салып алып, біркелкі етіп араластыратын боламыз. Біркелкі масса болғанша, міне осындай масса болғанша араластырып, достар, бетін 20 минуттай уақытқа жауып қоятын боламыз, достар. 20 минутқа осындай массамызды қалдырып, міне бетін жауып, 20 минуттан соң міне дайын болып, міне осылай қақпағын ашып, 1 чайный ложка разрыхителімізді және де 2 қасық майымызды қосып осылай араластырып аламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып алғаннан соң біркелкі масса шығады бізде. Осындай қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осындай әдемі масса шығатын болады, достар. Осы массамызды қызып тұрған табамызға біріншісінде ешқандай май құймай пісіріп алатын боламыз, достар. Осы табамызға 2 қасықтан құйсаңыздар болады. Менің табам кішірек болғандықтан негізінде біріншісінде 2 қасықтан құйып көрген едім, бірақ қатты симады, көбісі симады. Оның үстіне пісуі жай болғаннан соң мен табама 1 қасықтан, барлығын 1 қасықтан құйып алдым, достар. Не осылай мен 2 қасықтан құйып бірінші рет пісіріп көрдім. Осындай бетінде тесікшелер пайда болады. Тек бір ғана бетін қызартып пісіретін боламыз. Екінші беті өзі таза пісетін болады, достар. Осылай беттері тесікше пайда болып, міне астыңғы бөліктерін, астыңғы жағы қызарып, беті осылай болып пісетін болады. Достар, піспей қалмайды деп қорықпаңыздар. Міне дәл осындай болып әдемі болып пісетін болады. Барлығын жақсылап, міне біріншісінде осылай қылып алдым. Және екінші қылған кезінде міне май жағып көріп пісірдім. Және маймен жаққан өте ыңғайлы болады екен. Осылай майымызды жағып, массамызды 1 қасықтан құйып шықтым. 1 қасықтан құйып кішкене
осылай қасығымыздың көмегімен кішкене жұқа етіп жаятын боламыз достар. Міне осылай жайып аламыз жақсылап. Өзі бетінен тесікшелері пайда болып, міне осындай болып өздері жаймеңдеп пісетін болады. Отымызды баяу отқа қоямыз. Орташада емес, баяу пәс отқа қойып, тез осылай әдемі қылып пісіріп алатын боламыз. Міне осындай беттерінің өзі мәлім болып тұрады. Піскені көп тесікшелер пайда болып, бетіндегі көбіктері кете бастайды піскен кезде. Міне барлығын осылай әдемі етіп пісіріп алдым достар. Өте тамаша. Міне сырты осылай қызарып, әдемі болып пісетін болады достар. Енді мен начинкасына осы варенкамды ашып салатын боламын достар. Барлығын осылай бір пакет, бір пергамент қағазымызға қойып, барлығына варенканы жарты чайный ложкадан салып шығамыз. Варенка өте тәтті болғандықтан аз-аздан салған дұрыс деп ойладым. Осылай жарты қасық қылып барлық варенкамыз салып, не осылай түйіп аламыз. Мен көрсеткендей етіп, міне осылай бір-біріне жабыстырып түйеміз. Осындай әдемі болып шықты. Міне достар, біздің арабский блинчигіміз дайын. Барлығын осылай біркелкі етіп, начинкамызды, варенкамызды салып, барлығын міне осылай түйіп алдым достар. Менің істеген заттарым ұнап жатса, осы істеген блинчигім ұнаса, менің рецептімді пайдаланып пісіріп көрсеңіздер болады достар. Дәмі өте күшті, осындай жұмсақ, ауызға салса ерейтіндей блинчик достар. Өте тамаша болып шықты. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің YouTube каналыма подписация жасап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл.